Сәлеметсіңдер ме оқырмандар, қазақ әдебиеті пәнінен 3-ші тоқсан бойынша нөмірі 1-ші БЖБ. Бөлім «Адамгершілік асыл қасиет». Тақырып Марат Қабанбай бауыр әңгімесі. Мақсаты: әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Бағалау критерийі шығарманың жанрына сәйкес фабуласы мен сюжеттік дамуын айтады. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу және түсіну. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырмаға бағалау критерийіне қойылатын дескриптор шығарманың мазмұны бойынша оқиғалардың ретін белгілейді. Екінші тапсырмаға қойылатын дескриптор берілген 3 сұраққа жауап береді. Бірінші тапсырма: шығармадағы оқиғаларды сюжеттер желісімен орналастырыңыз. Реті: бірінші, «Иә, Манап Симбатович секілді ағам бар» деген ой әрине Қалидің үш ұйықтаса түсіне кірген жоқ. Екінші, алыстағы ағаң жыл 12 айда бір рет келеді. Үшінші, ауыл есіңде ме? Көкем мен, Қалғұты тау, қалың орман есіңде шығар. Төртінші, Қали костюмге көз қиығын немқұрайды тастады да миығынан күлімсіреді. Бесінші, мереке қарсаңында жасөспірім боксшылардың қалалық біріншілігі өтеді. Алтыншы, хат жазамын, келер жылы жазда келемін. Жетінші, орындық арқалығын желкесіне жастап, басын артқа тастап жіберді де көзін жұмды. Ал енді өле-өлгенше бұл дүниеден шешесін мың бейнеден іздесе де мәңгі бақи таба алмай армандап өтетін шығар. Оқулықта бұл үзінді берілмеген. Екінші тапсырма: әңгіме мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: Қали Манап әкелген костюмді неге киіп көрмеді? Қалидің киімдері бар еді, оның үстіне 46-шы размер оған тар болатын еді. Қали балалар үйінде немен айналысады? Қали балалар үйінде спортпен айналысады, яғни бокспен шұғылданады. Манап неліктен Қалиды балалар үйіне тапсырған еді? Анасы қайтыс болды, әкесі де аурушаң болатын, ал Манаптың өзі интернатта оқыды. Қалиға қарайтын ешкім болмағандықтан оны балалар үйіне тапсырды.